Сәлем достар, қалайсыздар? Біз өздеріңіз білетіндей, ертең ауылға кетеміз. Мен қазір машинаға сыймағандықтан апам мен атамның үйіне бара жатырмын. Сәлеметсіз. А? Yılı bırak bitti onun başın. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін күндеріңіз қалай? Мына жерде бір ағай отыр екен, содан қорқып кеттім. Не істеп жатырсыздар? Кешегі сымбаттың блогын, видеосын киім жинаған. Кешегі сымбаттың киім жинаған видеосын көрген боласыздар. Бүгін не біз уже. Короче, ертең ауылға барамыз. Мен сымбаттарға сыймайтын болған соң, мен қазір апамдарға келе жатырмын. Жаңа сымбат айтқан болар. Қойсы кеше. Мен уже жетіп қалдым. Қазір қалған сосын айтам. Мен келдім, бірақ, как всегда, ворота жабық. Кім бар? Апам келе жатыр екен. Күшті болып тұр бүгін погода. Менің жақсы көретін погодам. Жаңбырдан кейінгі өте қатты жақсы көрем. Бүгінгі менің аутфитім. Және де бұл киімді ертеңде киетін болам. Футболка және шорты және кроссовка. Және де мынаның ішінде азын аулақ киімдерім бар. Қалған киімдерімді сымбаттар алып кетті. Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Қалайсыздар? Вот келдік. Достар, біз қазір летний кухня, летняя ма? Короче, жазғы кухня. Кухняда. Жазғы çay içетін. Кухняда кешкі тамағымызды ішіп жатырмыз. Мен келсем, апам мынандай орама жасап қойыпты. Қазір енді ішетін боламыз. Бізге ас болсын. Мен қазір кино көріп отырмын. Менен жалғастар келді жаңа Алакөлден. Ешқандай қатысы жоқ. Саған да оған да қатысы жоқ. Оның бәрі бас кеселердің есіртін бұл. Не істеп жатырсыздар? Мен жаңа айтқандай кино көріп отырмын. Жалғастар Алакөлден келдім. Жаңа тамақтан ендеше арбуз жеп алдық. Енді қазір жатырмын. Достар, қайырлы таң. Мен сағат таңғы 5:30 болды. Біз тұрдық. Шайымызды ішіп, заттарымызды жинап, киініп алдық. Мен сол кешегі киіммен барып болам. Және аяғымда тәпішке болады. Себебі ыңғайлы болу үшін. Енді біз қазір жолға шығып бара жатырмыз. Жолымыз болсын. Сымбаттарды тоже уже шығып кетті. Мен осы жақтан шығатын боламын. Жолымыз болып аман есен жетейік. Мен сіздерге жолда түсіретін боламын. Күтіңіздер. Сол белім емес бүйрегім деймін, айтып бүйрегім күзет. Деп айтыпты деп оны өзім сөйлескем жоқ, ұқташ айтты. Сол Достар, біз қазір Байсейітке келдік. Байсейітті білетін боларсыздар. Бұл не істейтін жер о. Тамашайтын жер. Қараңыздар, кімді кездестірдім. Сәлем. Сымбаттарда осы жерде жүр екен. Біз қазір енді тамақ ішіп алып, сосын шығатын боламыз. Достар, міне біз мына жерде жейтін заттар іздеп жүрміз. Сымбат екеуміз. Алмаландар шашлычный да отыр. Қазір не алғандарымды сосын көрсететін боламын.
Biz mына жерде шашлык жеп отырмыз. Biz қазір магазинге кірдік. Мен мынандай аламын. Мынандай аласың ба? Осыны аласың ба? Мен мынандай аламын ба? Жоқ, қойшы кіре аламыз. Кукуруза алайын ба? Сымбат. Кіре беріңіз. 450. Қазір алған заттарымызды көрсететін боламыз сосын. Менің затым осы батымызға. Бірге есептейін ба? Иә, бірге есептей беріңіз. Мен қазір тағы заттар алатын боламын. Мен алғым келген заттар жоқ екен. Кеттік ба? Давай. Все, давайте, достар, біз кеттік. Ал мен қазір апамдардың зат алған күттім. Давай. Біз 2 арбуз алдық. Потом не алдық. Біз енді үйдегі қонақтарға печенье алып жатырмыз. То есть апамдар алып жатыр. Достар, мен жолдан жаңағы Байсейттен алғаным мында орех, жаңа жеп қойдым. Потом тук алдым. Және мынандай бар ғой, атмес, ляп. Сондай ашты и мылти чай алдым. Осыны қазір жол бойы жеп бара жатырмын. Қазір біз Кеген ауылына келдік. Бензин құйып жатырмыз. Потом ары қарай дальше кететін боламыз. Негізі біздің ауылға жол 4 сағаттан тұрады. Вот. Енді 1 сағаттай уақыт қалды, сосын ауылға жетеміз. Менің ішім пысып кетті, сол үшін телефон памятін тазартып, музыка тыңдап отырмын. Керемет қой. Погода да жақсы болып тұр. Біз келдік. Бірақ үй иелері әлі жоқ екен. Әлі келмепті сымбаттар. Енді осылай тағы да күтіп тұрмыз. Мен қазір сымбаттар әлі келген жоқ. Жаңа қалған перекустамды машинада жеп бітіре алмаған едім. Мен соны қазір жеп тұрмын. Мынандай ашталған кіші. Жақсы көрем осы. Тайызға аштадым. Еще туғым бар әлім. Соны жеп тұрам енді. Сымбаттардың қажелегі жатқан белгісіз. Тет ұстамайды. Звондай алмай жатырмыз. Енді сымбаттар күтеміз. Короче, достар. Сымбаттар әлі келген жоқ. Апамдар бір достарын кездесіп қалып көшеде. Енді солардың үйіне шай ішуге бара жатырмыз. Сол. Не? 2 килограмм. Жаңа ғана біз күн ермей ма? Алмайын жарышым. Жаңа қалғы. Қарасуда бір көріп едік. Вот біз достар, біз үйге кірдік. Сымбаттар наконец-то 1 сағат дегенде келді. Жаңағы Байсейттен алған заттар тастадық. Енді қазір не істейміз? Кстати, бұл ауылда болғанда, осы Нарынқол ауылында свет, су, тағы не? Сет ештеңе жоқ.
Өткені біріне құлақ қалыпты андай бір нәрсе ше. Мына жерден суретін көрсетемін. Осындай, короче, құлақ қалыпты. И соның біреуінің кесірінен бүкіл ауылда ештеңе жоқ. Енді білмейміз не істерімізді. Қалан деппін ғой. Ауылда аралап қайтатын шығармыз, иә? Видео күтіңіздер. Очки жараспайды әрине. Апаммен, атамен қыдырып, аулалап жүрміз. Иә, бір үйге бара жатырмыз. Қонаққа. Мән елка қандай күшті? Менің нағаш атам ба? Әкеңнің нағаш, шағында нағаш. Солай. Апамның інісінің үйіне. Қане сымат бір-екі прям. Пешін. Скачковый боковой істесе. Дай жаттысын. Ай! Kopası aldım. Deve. Çaldı. Toqqan beken жоқ, өзінен өзі құламайды ғой. Өзінен өзі құламайды, жаңа стол бүкіңіз шашылып жатыр. Жалғы, ең қапа дегенім ғой мен ана. Деген olsun. Әне саз сымал болып содан бар. Бері көшін. Не ол қойсын, не жүрсің? Dostlar biz қазір жаңағы апамның папасының үйіне келдік. Сол жерде енді біз қазір үй үлкен екенін Сымбат екеуміз ұйықтап алайын деп жатырмыз. Міне Сымбат. Осындай жақсы күшті үй екен. Қазір енді ұйықтаймыз, сосын үйге барып құрт жасайтын боламыз. Хочей, сен баран жасап қой. Көреміз, білмейміз енді үлгерсек, негізі біз құрттан қашып жатырмыз. Құрт жасауға жоғайна жоқ, бірақ жеуге бар. Қазір түстеміз. Ұйықтала кішкене. Өткені бүгін сағат таңғы 5-те тұрдық екеуміз де. Ұйқымыз келіп тұрды, жолда ұйықтай алмадық. В общем, ұйықтайтын жол емес екен. Жаман жол. Достар, біз мағаннан бері ұйықтап, енді тұрдық. Сымбат әлі ұйқылы оянып тұр. Йома, 2 сағатта ұйықтадық қой. Күшті болды. Таза ауада ұйықтау деген бөлек зат қой. Қазір енді өз елімізге қайтамыз. Dostlar, mine biz şay içip alıp үйге кетіп бара жатырмыз. Мына судың дауысын естірсіздер ма? Бұл таза су, ішетін су. Таза су бұл. Енді Сымбат екеуміз үйге кетіп бара жатырмыз. Ай! Сол. Еменді Құдай қаласа түсіп қаламын. Ана bulmuş. Алмайды ғой. Ана мен сонымен алып барған. Қазір сонымен апарып тастайды қайтып. Biz mine құрт пен сары май сатып алдық. Соған келген болатын, мен апам мен атамды сатып алдық. Соны алып кетуге келген біз. Енді міне алдық, енді үй жаққа қайтамыз. Достар, қараңыздар, біз қазір құрт жасап жатырмыз, Сымбат екеуміз. То есть енді бастап жатырмыз. Сосын қалай шыққанын көрсететін боламын. Достар, қараңыздаршы, мынандай закатты күшті болып тұр. Сосын жаңағы Сымбаттың мамамдардың жасаған құрттарын көрсетейін. Та-дам! Вау! Керемет болып тұр. Закат вообще керемет. Бая! Вот осы. Еще біз қазір не жасап жатырмыз? Сірне, мен жаңа нанын иледім, картошын тазаладым. Сымбат үйді плюс ұстады. Вот. Қазір сосын піскен соң көрсететін болам.
Еще мына жерде тағы құрт жасап қойыпты, мынаны қараңыздар. Вау, вообще күшті. Мен туралы факт, мен тек осындай молочный нелерден тек құрт қана жеймін. Мына қараңыздар, тау күшті болып тұр. Керемет, керемет, керемет. Міне біздің сірнеміз дайын болды. Жүре беріңіз. Енді соны жейтін боламыз. Выглядит аппетитно. Бүгінгі влог аяқталды ма? Аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Әлі алда тағы да влогтар күтіңіздер. Бірақ бір аптада біз видео салмамыз мүмкін, себебі тауда өздеріңіз білетіндей сеть, интернет, ештеңе жоқ. Күтіңіздер, сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қандай видео күтесіздер. Пранк жасаймын. Сау болыңыздар.